Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге өте нәзік қырыққабат салатын дайындайтын боламыз. Бұған керек заттар: сәбіз, қияр, қырыққабат, зәйтүн майы. Ендеше біз бастаймыз. Ең бірінші қиярымызды дөңгелетіп, жіңішкелетіп кесіп аламыз. Турап болғаннан кейін оны ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте сәбізімізді де дөңгелектеп алып, ұзыннан тураймыз. Оны да ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте қырыққабатымыздың сыртын үзіп алып, осылай ұзыннан кесеміз. Кесіп болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте өздеріңіздің қалауларыңызша тұздан кейін қара перецімізді қосамыз. Енді зәйтүн майын алып, салатымызға қосамыз. Барлығын бірге араластырамыз. Міне біздің өте нәзік қырыққабаттан дайындалған салатымыз дайын болды. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.